Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен әр жерде атауы әртүрлі жалқау манты дейміз, кейбір жерлерде орама ханым, орама деп жатады. Сондай тез дайындалатын тамақ дайындаймыз. Алдымен қамырын дайындаймыз. Қамыры бізде жұмсақ, жақсы болып шығу үшін бізге 2 жұмыртқа, ұн және де жылы суға тұзды салып ергенше жақсылап араластырып аламыз. Бұл универсал қамыр деп аталынады, яғни мантыға да қолдана беруге болады, езілмейді. Суымызды құйып, алдымен шанышқымен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды кішкене қаттылау болады. Әбден иін қандырып осылай илейміз. Одан кейін салафанға салып қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Картошканы осылай теркадан өткізіп алдым. Не болмаса қолмен тура ұстаңыздар да болады. Енді мен жусай қолданамын. Жусай тура боламыз. Жусайды ұнатпайтын болсаңыз, ет қосып жеуге болады жусайдың орнына. Мен өзім жусайды өте жақсы көретін болғандықтан, жусайын осылай көбірек қосып жіберемін. Ыдысқа салып, қара бұрыш, дәміне қарай тұз, және сұйық май құямыз. Барлығын сұйық май құйғаннан кейін барлығын жақсылап осылай араластырамыз. Енді біз тұнып тұрған қамырымызды алып, кішкене ұн себе отырып, алдымен қолымызбен осылай жайып аламыз. Қамырымыз жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Одан кейін оқтаумен жұқа етіп жаямыз. Енді мен кішкене сармай ертіп, осылай қамырдың бетіне жағып шығамын. Салмамызды саламыз. Осылай барлық жеріне жететіндей етіп қолымызбен жайып шығамыз. Шетін осылай қайырып, қайырған жеріне кішкене сармай жағып жіберемін. Екі жақ шетінде осылай қайырып сармай жағамын. Енді шетінен бастап бір керкі етіп орап шығамыз. Толық құрамы мен мөлшерін видеоның астына міндетті түрде қалдырып кететін боламын. Енді осындай пергаментный бумаға төсеймін мен. Ешқандай майламаймын. Екі шетін бір-біріне біріктіреміз. Осылай ішіне кіргізіп жібереміз. Қайнаған суымызға 40 минут пісіріп аламыз. Мінекей мен пісіріп алдым, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.